Баршаларыңызға қайырлы күн, каналға қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода дайындалу оңай, өте дәмді болып шығатын, құрамында майонезі жоқ салат дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарып алып, үстінен шым-шым тұз салып, 2 ас қасық сүт құйып, венчиктің көмегімен немесе вилканың көмегімен жақсылап араластырып алатын боламыз. Келесі газымызды жағып, сковородкамызды майлап, қызғаннан соң сұйық массамызды құйып алатын боламыз. Яғни бұл жерде біз омлет пісіріп алатын боламыз. Омлетімізді екі жағын аунатып, жақсылап пісіріп алып, суығанша қойып қоятын боламыз. Келесі 2 орташа көлемдегі бәдіренімізді тазалап, бөліктерге бөліп, майда соломка етіп турап алатын боламыз. Турап алғаннан соң ыдысымызға салып аламыз. Содан соң колбасамызды дәл солай бөліктерге бөліп, соломка етіп турап алатын боламыз. Құрамы мен мөлшерін төменгі описаниеден таба аласыздар. Дайын болған колбасамызды бәдіреніміздің үстінен салып аламыз. Келесі 1 орташа көлемдегі сәбізді тазалап, терканың көмегімен жақсылап өткізіп аламыз. Колбасаның үстінен сәбізді де салып аламыз. Содан соң 2 кішкене пиязымызды тазалап, майдалап турап, сәбіздің үстінен салып аламыз. Содан соң дайын болып тұрған омлетімізді де дәл солай жұқалап, соломка етіп турап алып, ыдысымызға салып орналастырып алатын боламыз. Омлеттің үстінен дайын горохты салып аламыз. Ең соңында 150 грамм сапасы жақсы сырды терканың көмегімен жақсылап өткізіп аламыз. Өткізіп алғаннан соң сырымызды да ыдысымызға салып орналастырып аламыз. Келесі соус дайындап аламыз. 150 грамм сметанамызды алып, тұз салып, дәміне қарай қара бұрыш, қызыл бұрышымызды салып, содан соң туралған укропты салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай біздің соусымыз дайын. Дайын соусымызды салаттың үстінен салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай салатымыз майонезсіз дайындалады. Үйде жасап көріңіздер. Жақсылап араластырып холодильникке 15-20 минутқа салып алатын боламыз. Міне біздің салатымыз дайын. Тарелкамызға өз қалауларыңыз бойынша салып алсаңыздар болады. Мен осылай думалақ формаға салып, салатымызды орналастырып алдым. Дайын болған салатымыздың үстінен 10 грамм сырды терканың көмегімен өткізіп, сәндеп шықтым. Және де ақкунжутты да сеуіп шықтым. Өте әдемі болып шығады. Үйде жасап көріңіздер. Егер де видео рецепт ұнаса, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!